Адамзат тарихында өшпес із қалдырған екінші дүниежүзілік соғыстың аяқталғанына 80 жыл толады. Осыған орай биыл президент пәрменімен соғыс ардагерлеріне 5 миллион теңге көлемінде бір жолға материалдық көмек беру жоспарланған еді. Ресми дерекке сүйенсек, 2025 жылғы 20 қаңтардағы жағдайға сәйкес, елімізде екінші дүниежүзілік соғыстың 111 ардагері, сондай-ақ жеңіске үлес қосқан 42.545 азамат тұрады. Бір реттік төлемді алғашқылардың бірі болып қостанайлық ардагерлер алды. Қазір мұнда 7 майдангер тұрады. Күні кеше олардың шотына ақша аударылды. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі бұған дейін ардагерлер мен тыл еңбеккерлеріне қамқорлық жасау, олардың өмір сүру сапасын арттыру мемлекеттің әлеуметтік саясатының басты басымдықтарының бірі. Қарттарды әлеуметтік қорғау іс-шаралары орталықта жергілікті деңгейде де жүзеге асырылады деген болатын. Осы жылдың 1 қаңтарындағы жағдай бойынша екінші дүниежүзілік соғысқа қатысқандарға зейнетақыларын ескере отырып, ай сайын берілетін әлеуметтік төлемдердің жиынтық мөлшері 262.334 теңгені құрады. Ал екінші дүниежүзілік соғыс кезеңінде жараланған жандар 279.330 теңге алып отыр. Жалпы ардагерлер мен еңбеккерлерді әлеуметтік қолдау шараларына биыл бюджеттен 17 миллиард теңге қарастырылған. Бұған қоса, ардагерлерді әлеуметтік қолдаудың қосымша түрлері де бар. Мәселен, олар салық бойынша жеңілдіктерді пайдаланады. Сонымен қатар Астана, Алматы қалаларындағы мамандандырылған госпитальдарда білікті медициналық мамандар көмек көрсетеді. Санаторийлерде емделуге де мүмкіндік бар.